Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз осындай әдемі 3 жасқа қыз балаға арналған сарафан тоқып үйренеміз. Бұны кез келген размерге тоқуларыңызға болады. Тек өздеріңіздің регландарыңызды есептейсіздер. Егер үлкен размерге тоқсаңыздар, сәл ұзынырақ қыласыздар. Болмаса, мына қолтықтан алынған петля санын көбейтесіздер. Мен қолтықта 8 петля алдым қосымша. Егер сіз үлкен размерге тоқсаңыз, 8 емес 10 петля ғып, или 12 петля ғып алуларыңызға болады. Бұның ұзындығы, мен сіздерге енді размерін берейін. Регланның ұзындығы бізде 11 сантиметр. Реглан саны. Кеудесі бізде 33 сантиметр. Сарафанымыздың ұзындығын айтайын сіздерге. Сарафан ұзындығы басынан иықтан аяғына дейін 51 сантиметр, 51-52 сантиметр. Бұл ұзындықты да өздеріңіз қалағандарыңызды аласыздар. Мына белінен ұзындықты өздеріңіз есептеп, ұзын болса ұзынырақ тоқисыздар, қысқа керек болса қысқарақ қып тоқисыздар. Бұл сарафанды мен Ярнард джинс пен тоқыдым. Метражы 50 грамға 160 метр. Бұл 55% хлопок және 40-45% полиакрил. Өте жақсы жіп. Мен міне 82 петлямды спицыма тізіп шықтым. Және тек қана оңмен ғана 7 қатар тоқып шықтым. Мына сияқты жолдан менде 4 жол шықты. Міне 1, 2, 3, 4. Барлық қатарда да, 7 қатарда да 10 ғана тоқыдым. Енді регланды қалай бастаймыз. Ең алдымен мына жерде 7 петлямыз, планкамыз болады. Планкамызға түйме тағатын тесігін бастайық. Ол үшін үш петля тоқып алайын. И накид 2 петляны біріктіріп тоқимын. 2 петляны біріктіріп тоқимын. Және тағы да 1 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петлямыз. Мына жерге планкамызды белгілеп алайық. Келесі 6 петлямыз. 6 петля тоқиық. Барлығын оң тоқимыз енді. 4, 5, 6 петля и 2 реглан. Регланның алдына накид аламыз. Бірінші регланымыз, бірінші петлямыз. 2 петляның ортасын регланды белгілеп алайық. Екінші петлямыз, накид. Яғни мына 2 петля регланның екі жағынан накид арқылы
қосып үлкейтеміз, мына регланға екі жағына, мында екі жағына, тек оң жақта ғана екі жағына петля қосып отырамыз. Так, енді 10 петля қолдарына. Так, накид 10 петля қолы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петля. Енді реглан екі жағына накид арқылы қосамыз. 2 петляның ортасына белгілеп алайық. Екінші петля регланның. Накид. Енді 28 петля артына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 арты. Енді 2 реглан. Регланның алдына накид. 2 петля реглан. 2 регланның екі жағына накид. 10 петля қолдары. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Реглан, накид. Регланның бірінші петлясы. Так, белгілеп алайық. Екінші петлясы, накид. 6 петля алдына. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, планканы тоже белгілеп қояйық. Мына жерде міне 7 петлямыз планкаға қалды. 6-7. Планка оңда да терісте де тек қана оңмен ғана тоқылады. Так. Соңғы петляны теріс алайық, чтобы шеті тегіс түзу әдемі шығу үшін. Енді келесі теріс жағымызда тоже планка оң тоқылады. 2, 3, 4, 5, 6, 7 планкамыз. Ал енді мына оң тоқылғанымыз теріс жағында теріс тоқылады. Барлық петлямызды теріс тоқимыз. Іліп алған накидімізді тоже теріс тоқимыз. Сонда қараңыздар, теріс жағында накидімізді теріс тоқимыз. Оң жағымызда накид алып отырамыз. Түсінікті деп ойлаймын. Сонда бізде кеудеміз үлкейеді. Накид арқылы үлкейеді. Түсінікті деп ойлаймын. Қазір аяғына дейін тоқыңыздар. Түймеге қалтырған тесігімізді де, накидті де оң тоқып алып кетесіздер. Өйткені мына планка всегда ылғи оң ғана тоқылады. Мына тесік үлкен болып қалу үшін оң тоқып алып кетіңіздер. Болды, енді дәл осылай өзіңізге керекті реглан қаншалықты ұзындықта керек. Міне мен өзімнің регланымды примерно 12 сантиметр, 11-12 сантиметр ұзындықта тоқып болдым. Регланымды өлшеп көрейін. 11,
11 сантиметрде, иә, регланым. Осы маған 30 сантиметрім жетеді. Енді мына жерде қараңыздар, мен түйменің тесіктерін 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жолдан кейін түйме тағатын тесіктер жасадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жолдан кейін 3 түйме тағатын тесік жасадым. Одан кейін ар жағында мен 1, 2, 3, 4, 5. 5 жол тағы да тоқыдым. Енді бұлай тоқып, мына арт жаққа дейін тоқып алып келіңіздер. Мына міне алды тоқыдым. Қазір жеңін тоқим. Енді мына артқа келген кезде росток жасаймыз. Осы жерге дейін мына жерге дейін тоқып келіңіздер. Ары қарай көрсетемін. Міне мен арқасына келдім. Міне қолдарын тоқыдым. Мынау арқасындағы регланым. Енді осы регланды тек арқасын ғана 6 қатар тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп осы арқаны ғана росток тоқимыз. Яғни оң жағында оң тоқылады, теріс жағына келген кезде теріс тоқылады. Осылай 6 қатар тоқыңыздар. Арқаны ғана. Кешіріңіздер, 6 қатар емес, 7 қатар жүреді екенбіз. 6, міне мына последний 7-ші қатар. Енді мына қолдағы петляларды қосымша жіпке дізіп аламыз. Осылай қолдың мына келесі жіпке дейін бәрін дізіп алыңыздар. Міне жеңдерін қосымша жіпке дізіп алдым. Енді арты мен алдын қосамыз. Және мына жерден 8 петля қосып алайық. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мынаны былай қарай қосып тоқып кетеміз. Енді мына алдымен мына екеуін бүйтіп біріктіруіміз керек. Мынаны алып тастайық. Ол үшін мынаны келесі тағы да бір бізге дізіп алайық. Мынаны келесі бір басқа бізге дізіп алайық. Енді мынаны бүйтіп біріктіріп тоқуымыз керек. Мына біріншісімен келесі егер сіздерге бүйтіп тоқу ыңғайсыз болса, онда мынаны бүйтіп тоқуға болады. Мынаны келесі іліп алып
Былай. Мынаны мынаған іліп, екеуін біріктіріп. Соңғы петлямыз. Болды, мынаның қажеті жоқ. Енді ары қарай мына қолтыққа дейін тоқисыздар да, мынаны тағы да басқа жіпке жинап аласыздар. Міне мен екінші қолымда қосымша жіпке дізіп алдым. Енді екінші қолтығымның астына да 8 қатар, 8 петля аламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді ары қарай қосып тоқып кетеміз. Міне мен айландырып, тек қана оңмен 1, 2, 3, 4, 5 қатар тек қана оңмен тоқыдым. Келесі қатар теріс тоқыдым. Оң келесі, теріс, оң, теріс, оң. Сонда мына сияқты 3 жолақ шығады. Осылай тоқып аласыздар. Енді көйлектің астын үлкейтеміз. Яғни біріншісін іліп аламыз, екінші петляны көбейтеміз. Соңғы петлядан тағы да бір петля аламыз, келесіні тоқып аламыз. Тоқып аласыздар. Екіншіні астындағы петлядан бұлай іліп алып тоқысаңыз да болады. Яғни петля көбейтеміз. Көрініп тұр ғой, сіздерге. Астыңғы петляны көтеремін. Соны тоқып аламыз. Келесі петляны тоқимыз. Кезектестіреміз, сонда. Осылай айландырып тоқып шығыңыздар. Міне мен ары қарай еш өзгеріссіз көбейтпей көйлегімнің ұзындығын тоқып алдым. Көйлектің ұзындығы примерно 30 сантиметрдей болады екен. 30 сантиметрдей болады. Енді ары қарай дәл мына жерде тоқылған сияқты бір теріс, келесі оң тоқимыз, келесі қатарда теріс тоқимыз, келесі қатарда оң тоқимыз, тағы да теріс тоқимыз да, тағы бір қатар оң тоқып алыңыздар. Міне 3 қатар жолымды жүріп шықтым. Енді етегін үлкейтеміз, кеңейтеміз. Ол үшін астыңғы петляны көтереміз. Астыңғы петляны көтереміз.
Bir петлядан 2 петля шығара көбейтеміз. Келесі петляның астыңғы петлясын көтереміз. Тағы да астыңғы петляны көтереміз. Осылай барлық петляны көбейтіп, айландырып тоқып шығыңыздар. Міне мен ары қарай 15 қатар тек қана оңмен 15 қатар еш өзгертпей тоқып шықтым. Одан кейін қайтадан бір қатар теріс, бір қатар оң, бір қатар теріс, бір қатар оң, бір қатар теріс тоқыдым да, келесі қатарында уже көйлегімді аяқтадым, жабамыз. Ол үшін бірінші петляны мен уже міне бітіріп келе жатырмын. Аяқтап жауып келе жатырмын. Ол үшін міне былай істейміз. Тоқып аламыз да жабамыз. Тоқимыз да жабамыз. Оң тоқимыз. Міне. Осылай айландырып, көйлегімізді жауып шығамыз етегін. Міне сондай осындай әдемі бір келкі жабылып шығады. Шеті. Енді қолын тоқимыз. Міне мен бір жақ қолын тоқып қойдым. Енді екінші қолын қалай тоқитынын көрсетейін. Жібімде тұрған петляларымды бізімен дізіп алдым. Енді міне қараңыздар. Мына жерде біз 4-4-тен 8 петля алғамыз, қолтығына. Яғни мына жерден біз 4 петля бірінші былай қарай тіземіз, айналып тоқып алып келіп, мына жерден 4 петля и қолтықтың астынан 4 петля дізіп аламыз. Қазір оны көрсетеме. Так. 1, 2, 3, 4. Тура ортасынан алайық. Тура ортасынан аламыз. Міне 1, 2. Мен қос қабатты сразу тоқып кетемін. Тоқылған кезде ол білінбей қалады. 3 и 4. 4 петля. Енді ары қарай барлық петляны оң тоқып кетейік. 2-3 петляны мен мына қосылған жіпті біріктіріп тоқыдым. Қалғанын ішіне қарай кіргізейін. Енді ары қарай барлық петляны оң тоқимыз. Айландырып, сияқты үлкен болып ашық тұрса, бұны бүйтіп, чтобы мына жерде үлкен тесік қалмас үшін бүйтіп тоқып жіберіңіздер, көрініп тұрмыздар. Ары қарай барлық петляны оң тоқып кетеміз. Міне айланып келдім. Енді мынау артындағы көтерген 6 қатарымыз, осыдан 4 петля тағы да алайық.
бір сияқты үлкен тесік болып қалмау үшін қарайсыздар енді. Бір, екі, үш, төрт. Енді мынау қолтығындағы 4 петлямыз. Оны да 4 петлямыз көтеріп алайық. Бір, екі, үш, төрт. Міне айландырып бізімізге жинап алдық. Енді 5 петля тоқып алып, 6-шы петлясын біріктіріп аламыз. Яғни петля санын кішкене азайтамыз. Бір, екі, үш, төрт, 5 петля тоқып аламыз да, 2 петляны біріктіріп аламыз. 2 петляны біріктіріп аламыз. Тағы да 5 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да 2 петляны біріктіріп аламыз. 2 петляны біріктіріп аламыз. Осылай айландырып шығыңыздар. Қолтықтың астына дейін келдік. Енді бір оң бір теріс резинка тоқимыз. Бір оң бір теріс. Оң, теріс, оң, теріс. Осылай оң, теріс деп 6 қатар тоқисыздар. Оң, теріс қып 6 қатар тоқисыздар да аяқтап жабасыздар. Дәл мына етекті қалай жаптық, сол сияқты қолында жабасыздар. Сонымен біздің сарафан көйлегіміз аяқталды. Кейін мына жерге түймелерін саласыздар. Рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.